Жатағым қалай алдайды? Жалпы біздің осы қазақ даласында барша қазақ ұстанып келген бір дін мен бір дәстүрдің аясында өмір сүріп келе жаттық күні кешеге дейін. Бірақ осы бірнеше жылдар көлемінде барлық әлемде жат ағымдар пайда болды. Содан бізге де әсер етіп, осы жат ағымдар көбейе бастады. Бұл жат ағымдар жалпы кез келген халықты өзінің салт дәстүріне қарсы қойып, ата баба ұстанып келген дініне қарсы қояды. Сондықтан да осы жат ағымның біздерді осы алдауына қарсы жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін тек қана мемлекет қана емес, жалпы халық осы діни білім алып жүрген, діни сауат ашып жүрген адамдардың қалай діни сауат ашып жатқанына мән беру керек. Егер де тіпті сіздің бала шағаңыз, өсіп келе жатқан ұл қыздарыңыз діни білім, діни сауат аламын десе, оларға осы мешіт қабырғасынан діни сауат ашуды біз көрсетуіміз қажет. Және де осы интернет желісінен діни мағлұматтар алмауды біз үйретуіміз қажет. Себебі интернет желісінде жат ағымдар өздерінің арам пиғылдарын іске асырады. Себебі интернет желісінде біздерді олар өздерінің арам пиғылдарын іске асыру арқылы дұрыс емес мағлұматтар береді. Жалпы бұл жат ағым ең алдымен біздерге осы психологиялық қысымдар көрсету арқылы біздердің ой санамызды шектеуге әрекет жасайды. Және де олар ұстазға тәуелділік деген нәрсені ұстанады. Яғни бір сарынды ұстаздың уағызын ғана тыңдату арқылы адамның ой санасын шектеп, басқа уағыздарды, басқа айтып жатқан ақыл кеңестерді тыңдамауға шақырады. Солай адамды осы бір бетке етіп, осы мемлекетке, өзінің отанына, ата-анасына, туған туысқандарына қарсы шығып, өзінің осыған дейін ұстанып келген, сүріп келген өміріне қарсы келіп, толықтай бөлектеніп, оқшауланып, сол жат ағымның жетегінде кетіп қалады. Сондықтан да баршамыз бірігіп, осы жат ағымға қарсы күресуіміз қажет. Ол үшін барлық ағайын туысқандарымызды өзіміз қадағалауымыз қажет.